Бурабай туралы аңыз. Ертеректе Көкшетау жерінде аппақ әдемі бура мекен етіпті. Ол өзгелерден жалғыз жүретін. Бура ерекше қасиетке ие болған. Ол елге қауіп-қатер, соғыс, жұт төнгенде боздап, елдің тыныштығын алатын. Оның белгісіне үйренген халық бураны айрықша жақсы көріп қадірлеген. Күндердің күнінде елге жау шабады. Бура әдеттегідей белгі беріп, бәрі тығылып үлгеріп, жан сақтап қалады. Бәріне бура себеп екенін білген жаулар оның ізіне түсіп өлтірмек болады. Ну орманда жүрген бура жауларға кезігеді. Олардың бірі садағын кезеп, дәл бураның жүрек тұсын көздейді. Садағын атып кеп жібергенде, жебе кеуде тұсынан кіріп, өркешінен шығады. Жан дауысы шыға аңырап, боздаған бура жауларға қарай жүгіреді. Атына қамшысын басқан олар бытырай қаша жөнеледі. Бір сәтте бура кері бұрылып, Күміскөлге беттейді. Сүйікті мекеніне келіп, жата кетеді. Осылай жан тапсырады. Мұнан кейін жұрт бұл жерді Бурабай деп атап кеткен.